Қазақстандағы мақта өнеркәсібі. Мақта өндірісі Қазақстан аумағы бойынша тек оңтүстік Қазақстан өңірінде таралған. Себебі Түркістан облысы мақта өсіруге қолайлы орта болып табылады. Ең ірі мақта өсіретін аймақ Мақтаарал және Ордабасы аудандары, және де Жамбыл, Қызылорда облыстарында аз мөлшерде мақта өндіріспен айналысқан. Алайда соңғы жылдары өз жұмыстарын тоқтатқан. Мақтаарал ауданында 136 гектардан аса жер мақта өсіруге бөлінген. 2019 жылдың мәліметіне сүйенсек, қазіргі таңда 17 мақта өңдеу және 133 мақта қабылдау пункттері жұмыс жасауда. Ақ алтынның қолайлы өсу жағдайлары солтүстік және оңтүстік жартышарлардың тропиктік және субтропиктік аймақтарда және құрғақ маусым ұзақ аймақтар болып табылады. Қазіргі кезде мақтаның көп бөлігі тамшылап суару және ирригация жүйелері арқылы өсіріледі. Осы жүйелер оңтүстік экономикалық ауданында жақсы дамыған. Сонымен қатар мақта өсіру күн радиациясы, яғни күн сәулесінің тура және жұтылған бағыттары болуы, құнармалы суармалы жерлердің болуы, өзен көлдердің өріс жағасында болуы және де білікті мамандардың болуын қажет етеді. 2006 жылы азық-түлік корпорациясынан 37,3 мың тонна, 2007 жылы 27,9 мың тонна көлемдегі шитті мақтаны мемлекет сатып алды. Кестеде 2007-2017 жылы аралығында мақта егістігінің алқабы бейнеленген. 2007 жылы мақта саласын дамыту қаулысына сәйкес мемлекет егін алқабын дамыта бастады. Сонымен қатар елімізде мақта экспорты астықтан кейінгі екінші орында. Ауыл шаруашылығын өндірісінің жалпы алғанда 40%-ын құрайды. Сонымен қатар мақта экспортқа бағытталған шаруашылық болып есептелінеді. Өңделген мақтаның 90%-ы шетелге шығарылады. Экспортталатын елдерге келер болсақ, олар Ресей, Беларусь, Германия, Латвия, Қытай, Бельгия, Иран, Украина, Италия, Оңтүстік Корея елдері. 2017 жылдың ақпараты бойынша 30 мыңға жуық мақта экспортталды. 2018 жылы экспортқа 78 миллион ақш долларына 46,5 мың тонна мақта талшығы сатылды. Мақта талшығының негізгі көлемі Латвия, Молдова, Қытай елдері болып есептелінді және де сол елдерге экспортталды. Қазақстанның мақта бойынша үздік серіктесі Луис Трейфас. Бұл компаниямен Қазақстан 2006 жылдан бергі серіктес болып табылады. 2020 жылы 316 мың тонна шитті мақта қорға жиналды. Өнімділік бойынша Түркістан облысының Ордабасы, Мақтаарал аудандары көш бастады. Жиналған мақтаны өсірушілер 18 мақта өңдеу зауытының 166 қабылдау пункттеріне өткізді. Мақта тұқымдарына келер болсақ, мақта өндіру серіктестіктері Түркістан сортын белсенді өсіріп, басқа елдерге экспорттайды. Айырмашылығы тез піседі, гүлдейді және минералды тыңайтқыштарды көп мөлшерде талап етпейді. Төртінші түрге жататын мақтаның бұл түрі тоқыма өндірісіне жарамды. Бұл сортты облыстың басқа аудандары мен қалаларының шаруашылықтары өсіреді. Тоқыма өндірісі Қазақстанның үш аумағында таралған: Павлодар, Қостанай және Шымкентте кездеседі. Киіз және киіз аяқ киім Ақмола және Шығыс Қазақстан облыстарында жасалады. Елде мақтаның жоғары репродукциялы тұқымдарын өсірумен оңтүстік Қазақстан облысының 5 аттестатталған тұқым өсіру шаруашылығы айналысады. Олар мақта шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Нысан, Нұр, Кетебай, Қайнар, Қазақзерно. Алғашқы екі компания түпнұсқа тұқым өндірушілер болып табылады және бірінші, екінші, үшінші тұқымды 19 шаруашылық өндіреді. Назарларыңызға рахмет.